Мына Қарағандыда болып жатқан мәселе туралы естіген шығарсыздар. Халика Мұхамедиева дегенді. Мынау қазақтарға, мұсылмандарға, қазақ тіліне, қазақ еліне тіл тигізген. Соны қазір шын өтірігін білмеймін, ЭВС-ға жапты дейді. Заң бәріне ортақ. Сол үшін де сөздеріңізге ие болайық. Нақты не айтып атқанымызға. Негізі, мынау әр келген ұлт болсын, тіл болсын, біреудің сенімі болсын, ешқашан олардың сенімім болсын, тілім болсын, ешқандай мынау әлеуметтік жерде талқылауға болмайды. Талқыласаңыз, біліммен ғана талқылаңыз, өйткені статьяға ілініп кетуіңізге болады. Мынау Халика Мұхамедиеваға келсек, 7 жылға дейін бас бостандығына айырылуы мүмкін. Қатаң жаза болсын, өйткені бұндайлармен қазір кешіріп, ондай нәрселерді жіберіп қоятын болсақ, түбірімен жұлмай ондай адамдар көбейе береді. Сол үшін кешірім жоқ. Мынау естігендеріңіз, өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдырыңыз, парақшаға жазылыңыз.